Сәлем достар, бүгін Асқар баламның туылған күні, кәнекей бәріміз бірге дайындалайық. Бірінші қамыр илеуден бастадым. Күні сағат 12-нің кезінде бауырсаққа және де пиццаға қамыр илеп қойдым. Слоеный самса жасау үшін мен осындай қамыр алып, оны жібітіп қойдым. Әрі қарай мантының қамырына кірісіп кеттім. Асығыс болып жүрген кезде қалай жұмсақ болғанын білмей қалған едім, бірақ нормальный болады. Әрі қарай фарш салдым, көкөністерді сыртын жуып, фок еткізіп турап алдық. Дайын болды, және де енем мен күйеуім осылай түйісуге көмектесті. Осы кезде самсамды да пісіріп, самса пісе салысымен пиццаны да салып алдым. Көтеріліп тұрған бауырсақтың да қамырларын осылай пісіріп алдым. Сәбіз бен қызылшадан бір салат, және қызанақ пен қиярдан бір салат дайындадым. Дастарханға қойып жатқан кезде түсіріп үлгергендерімді сала берейін. Сосын осылай суретке түсіп алған кезімізді салайын. Балам 1 жылдан бері осылай торт үрлеймін деген арманын орындап жібердік. Сонымен қатар қайнапамның да баласының туылған күні. Свеча үрлетіп, тілектерін айтып, әрі қарай басқа кішкентай балаларға да үрледік. Қандай сыйлық сыйлағандарын келесі жолы салатын боламын, күтіңіздер.